құрметті Арқалық қаласының тұрғындары, біз қазір қала шетіндегі қорымның қасында тұрмыз. Жаңа қорымның жан-жағы қоршалуда. Өздеріңіз білесіздер, ескі зираттың қазіргі көлемі тарлық етеді. Сондықтан соған байланысты қала халқы тұрғындары жаңа қорым қажеттігін айтқан болатын. Мінекей сол қорымның қасындамыз. Арнайы жер берілген, орын белгіленген, сол орынды қоршауға байланысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Дәл қазір мен қасында ЖКХ-ның қызметкері Абай мырза. Абай мырза, айтыңызшы, жалпы бұл жұмыстар қашан басталды, қанша аумақты қамтиды, неше миллионға бұл жұмыстар бағаланды, сол туралы? Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Қазіргі таңда енді қоршау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар басталу мерзімі 10 қыркүйек, аяқталуы енді осы айдың 20-сының күніне дейін. Бұл жұмысқа бөлінген қаражат сомасы 26 миллион. Мемлекеттік сатып алу конкурсы жарияланып, ұтып алып, мердігер қазіргі таңда жұмыстарын жүргізіп жатыр. 85% жұмыс аяқталды деп айтуға болады. Енді бұның көлемі жаңа қорымның 13 гектар. Бұл жалпы конкурсқа қанша қатысушы қатысты жалпы? Жалпы енді бұған қатысушы 12 болды. Енді солардың ішінде ұтып алған 26 миллион болды. Жалпы договордың бөлінген сомасы 45 миллион. Сапасына байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы бұл жерде сіздер қадағалап ескертпелер жасап отырасыздар ма? Әрине, енді бұны қадағалауда, қазіргі таңда енді дәнекерлеу жұмыстары жүріп жатыр. Дәнекерлеу жұмыстары жан-жағынан болсын деген сияқты, мықты болсын деп, сосын астына бетон қойылсын деген стойкаларына сондай жұмыстарды қадағаланып, ескерту айтылады әрине. Біреуіне қарап көрейікші, құрметті оператор. Шоқтарды үстінен және жанынан, және естуім бойынша астынан да, ана жағынан да жасалады, Абай мырза, солай ма? Әрине, қазір ол сыртынан келеді, сыртынан айналып өтеді, сосын ішіне кіріп, дәнекерлеуші артында, сосын астыңғы жағын дейді. Өте жақсы, мінекей. Мықты деп айтуға болады. Астына көрсетсеңіз, бетон құйылған, арнайы бетон құйылып, мінекей темірден жасалып жатыр. Сапалы деп ойлаймын, енді біраз жылға қызмет етеді деп ойлаймын. Сондықтан да барынша сәттілік тілейміз сіздерге. Рахмет.